Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен бірге киш тағамы брокколиден және қызыл балық семгадан жасалатын ең тойымды әрі дәмді тағамды бірге жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттар: брокколи, қызыл балық, пияз, дәмдеуіштер, тұз, күнбағыс майы. Табамызды алдын ала қыздырып, үстіне күнбағыс майын құямыз. Оның үстіне турап тұрған пиязымызды салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Табамыз бір қалыпты отта болады. Енді оның үстіне кесіліп тұрған қызыл балығымызды саламыз. Балықты 10 см қылып кесіп қуырамыз. Оны да жақсылап тұрып араластырып тұрамыз. Үстіне брокколиді саламыз. Брокколиде көптеген витаминдер болады. Бұның ішінде калий, кальций, магний, цинк, А витаминдері, Б витаминдері өте көп пайдалы көкөністердің бірі. Енді үстіне тұзымызды жақсылап тұрып себелейміз. Барлық заттардың құрамы описаниеде беріледі. Дәмдеуіштерімізді саламыз. Салып, араластырып, бір қалыпты отта ұстаймыз. Біздің пісіп жатқан тағамымыз әбден жұмсарып пісуі керек. Шамамен 5 минут ішінде буға пісіп, бетін жауып қоямыз. Енді біз заливкамызды дайындаймыз. Заливкаға керек заттар: қаймақ, майонез, клейгей 30%, жұмыртқа және ұн керек болады. Ең бірінші 2 жұмыртқамызды салып, үстіне қаймағымызды саламыз, одан кейін майонезімізді саламыз. Ұнды салып, үстіне тұзымызды себеміз. 33% клейгейімізді құямыз. Клейгейдің 33% болуы міндетті емес. 20% клейгей болса да бола береді. Жақсылап тұрып блендерлеп қоямыз. Мен қамырды алдын ала дайындадым. Жасалу жолын келесі видеомда көрсетемін. Қамырды жақсылап тұрып басып, дөңгелек қылып илеп аламыз. Мен қамырымды 26 диаметрдегі ыдысқа салып пісіремін. Қамырымыздың қалыңдығы 6-7 см болса жете береді. Жақсылап илеп, үстін дөңгелеше формама салып, кесіп аламын. Артық жерлерін кесіп, алып тастаймын. Енді ыдысымызға салып, бортиктерін шығарамыз. Ашық жері қалмау керек. Қамырымызды жақсылап тұрып жабыстырып, бортигін шығарамыз. Мінекей осындай болып шығады. Қамырымызды осындай болып бірыңғайладық. Енді үстіне суға начинкамызды салып, бетін толтырып, бірыңғайлап қоямыз. Дәмі өте керемет. Начинкасын өзін жегенде керемет дәм болады. Енді үстіне дайын тұрған заливкамызды құямыз. Барлығын құйып, тегіс қылып орналастырамыз. Бетіне үккіштен өткізген сырымызды себелеп орналастырамыз. сиырымызды
жақсылап себелеп бетіне орналастырамыз. Әсемдеу үшін черри қызанағын салсаңыздар болады. Мен өзім қызанақ ұнайтын болғасын черри қызанағын салдым. Немесе қызыл бұрыш, жасыл бұрыш салсаңыздар болады. Олар да бір ерекше дәм береді. Пешімізді алдын ала 190-200 градусқа қыздырып қойып 20-25 минут ішінде пісірсеңіздер болады. Әдемі, мінекей осындай беті қызарған кешіміз шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.